Сортөбе тууралуу кыскача айтып жиберсеңиз. Сортөбе бул Сырдария өзенінің сол жағалауында орналасқан шамамен 7-9 ғасырларда өмір сүрген қаланың орны. Бұл неге Сырдария өзенінің қасында тұр десең, өткен себебі қазір осы жерден небәрі 10 километр жерде Жосалы кенті тұр. Жосалы кенті білесің, ол Қармақшы ауданының орталығы. Жосалының қасында Қармақшы өткелі деген бар. Көпір болмаған кезде осы жерден керуен жолдары сол Қармақшы өткелі арқылы суды керуен жолдар кесіп өткен. Керуен келеді ғой, түйемен келеді, жылқымен жүреді, солар суды кешіп өтетін. Осы жерде ыңғайлы өткел болған. Яғни бұрын үлкен көпірлер, қазіргідей көпірлер болмаған кезде Сырдарияның ыңғайлы бір жерінен кешіп өту керек болған, да? Өйткені арғы бетке өту керек, қайтадан бергі бетке өту керек. Міне сондай ыңғайлы жерде тұрған Сортөбе шамасы сол жібек жолының жақсы дамып тұрған кезінде, жібек жолының осы жерде бір өткелдің маңайына салынған қала болу. Бұл шағын бекініс, бұл жерде сол керуендер тоқтап, зат алмасып, осы жерден бір демалып, тынығып, сөйтіп ары қарай Жанкентке қарай кеткен. Қалаға біз 2017-20 жылдары қазба жұмыстарын жүргіздік. Және бұны жүргізген себебіміз, өзің білесің, қаланың жартысынан көп бөлігін Сырдарияның суы шайып кеткен. Сол себепті бұл жерде басқа бөлігінде су шайып кетпес үшін біз тез арада қазба жұмысын жүргізу керек болды. Қазба барысында бұл оғыздарға тиесілі қала екенін білдік. Ол мынандай ошақ, қошқар бейнесіндегі ошақтың орны, және мына біз қазір отырмыз, сол көне замандағы біз бір үлкен бөлмеде отырмыз. Бұл жерде Г әрпі тәріздес жоспарланған суфа тұр. Сол көне заманда адамдар осы суфада осылай отырған, осылай ошақтың ішінде жылынған, осылай осының үстінде түнде ұйықтаған. Сөйтіп біз қазір осындай бірнеше бөлмелерді ашып, бөлмелерінің ұқсастығы жағынан оғыздардың астанасы Жанкент қаласына ұқсас екендігін байқадық. Рахмет ағай. Бұл қала негізі Ордазы деп аталған, бұрын себебін айтып жіберсеңіз. Енді Сортөбе деген сөз ол қазақтың, осы жергілікті халықтың берген атауы. Негізі бұл көне заманда бұның атауы басқа болған, оны біз білмейміз. Өйткені жазба деректерде бұл қаланың жайлы деректер жоқ. Сол себепті Сортөбе деген сөз ол соры тұзы шығып жатқан төбе деген мағынаны білдіреді. Ал бұл осы төңіректе қазір не бар бір 20 шақты километр батысқа қарай Қорқыт атаның қорымы бар. Қорқыт атаның жатқан жері бар, ескерткіші бар. Сол шамасы бұл қалаңда өмір сүрген уақыты сол Қорқыт ата дәуірінің замандас, бірдей. Сол себепті біз қазба барысындағы бір ашқан бір жаңалығымыздың бірі, бұл Қорқыт ата өмір сүрген дәуірдегі Қорқыттың өзі бұл үйлерде тұрмаған болса да, оны дәлелдемейміз, Қорқыт ата бұл жерде өмір сүрді деп. Бірақ Қорқыт ата заманындағы үйлердің ішкі құрылымы қалай болды? Қалай үйдің ішіндегі инвентарлар қалай болды, ошақтар қалай болды деп біз Қорқыттың өмір сүрген дәуір жайлы елестете аламыз. Осы қазба арқылы. Салыстырмалы түрде. Және енді Ордазы деген сөзге келетін болса, сол Қорқыт ата менен осы Сортөбенің ортасында Ордазы деген бір жер атауы бар. Ордазы дегенді тіл мамандар айтады, ол кіші орда деген мағынаны беруі мүмкін дейді. Сонда анау Жанкент осы жерден бір 100 километр жерде, ол оғыздардың негізгі астанасы болса, ал Ордазы ол шағын орда, кіші орда. Кіші орда деген мағынаны беруі мүмкін. Бұл жерде сол оғыздардың бір бөлігі тұруы мүмкін деген біздің жорамалымыз бар. Рахмет. Енді жалпы бұл жерге қайтадан зерттеу жұмысы жүргізіле ме болашақта? Соны айтып жіберсеңіз. Енді қалада біз сақталған бөлігі өзі 3/4 бөлігі ғана сақталған. Оның қалған бөлігін су шайып кеткен.
Осы сақталған бөлігінің өзінде біз әлі қақпасын ашқан жоқпыз. Қазір біздің мынау желкемізде мына жерде қақпасының орны бар. Сол болашақта егер қақпасы ашылса және қаланың ашылмай тұрған бөлігін ашса, бұл жерден өте көп деген мәліметтер алуға болады. Өйткені бұл жерден біз өте көп бөлікте қыш ыдыстардың коллекциясын жинадық бұл жерден. Кәдімгі дамыған мамандардың, шеберлердің жасаған қыш ыдыстарын таптық. Одан бөлек көптеген малдардың сүйегін таптық, жануарлардың сүйегін. Аулаға көмген иттің сүйегін таптық, бірнеше иттің сүйегі. Ол сол ғұрыпты көрсетіп отыр сол кездің. Яғни біз Қазақстанның өз жалпы археологиясында Оғыз кезеңінің, Оғыз археологиясын зерттейтін Сортөбе менен осы Жанкенттен басқа объекті жоқ нысан. Сол себепті бұл сол Оғыз археологиясы деген ол Қазақстан археологиясында кәдімгі ақтаңдақ. Ол басқа Қазақстанның ешбір бөлігінде Оғыз ескерткіштері зерттеліп жатқан жоқ. Сол себепті бұны болашақта зерттеу керек және Оғыз археологиясы жайлы түсінікті байыту керек. Жоспарыңызда бар ғой? Иә, осыны бұйырса сол жоспарлап қалған ашылмаған бөліктерін ашу керек. Енді бұл жерде біраз заттар табылды деп жатсыз. Бұл жердегі табылған заттардың бәрі қай жерде сақталды? Бұл жерден табылған заттар жергілікті аудандық музейдің қорында және Қорқыт Ата университетінің университет жанындағы музейде және облыстық музейде, яғни 3 жерде сақталып тұр. Бұйырса бүгін сол негізгі заттар сақталып тұрған аудандық музейдегі заттарды көретін боламыз. Рахмет сұхбатыңызға. Түсіндің бе бірдеңе? Болды. Гүлжайна.